Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қазақтың ұлттық тағамы сірне тағамын үй жағдайында дайындап ұсынатын боламыз. Олай болатын болса, бізге ең алдымен керек азық-түліктер: қойдың шымайы, қой еті, болгар тәтті бұрышы, картоп, әрине көкдатымыз, пияз, сәбіз және сарымсақ. Олай болатын болса, біз сірне тағамын дайындауға. Сірне тағамын дайындау үшін ең алдымен қойдың шымайын қазанымызға астына тұтастап дайындап аламыз. Неге майымызды жайдық, майымызды енді үстіне етті саламыз. Тұзы сіңімді болу үшін арасына тұз салып жібереміз. Мінекей етімізді салдық, енді бетін мықтап қымтап жауып, 1,5-2 сағатта асықпай, ақырын астын баяу жағып, етімізді бұқтырамыз. Мінекей біздің 1 сағат уақытымызда өтті. Олай болатын болса, 1 сағат уақыттан кейін біз бұқтырылған етімізді араластырамыз. Естеріңізде болса, біз жаңағы етті салғаннан кейін, одан кейін біз араластырмаған болатынбыз. Етімізді енді ғана араластырып бастаймыз. Мінекей етімізді дайын болып қалды. Енді үстіне көкдаттарымызды саламыз. Сарымсағымыз. Мінекей пиязымызды салдық, енді бұның үстіне сәбізімізді саламыз. Мінекей сәбізімізді үстіне картошкамызды саламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңызда ең соңғы кезекте болгардың тәтті бұрышын салып, 15 минутта бұқтырамыз. Сонымен біздің сірне тағамымыз дайын болады. Мінекей біздің сірне тағамымыз да дайын болды. Енді табағымызға салып ұсынамыз.